Дінде айтады, адам, ата неден жаратылған? Топырақтан. Хауа ана ше? Қабырға, ет. Біреу топырақ, біреу ет. Ер азамат топырақтан боласын, топырақ жерде жата береді. Тозуы қиын ғой, білесіз ба? Жылдап тозады. Ол тозбайды, жатады. Табиғат солай берді ғой бізге Алла Тағала. Ал қыз баласы ет болғасын, етті сақтамасаңыз арнайы, былай қоя салсаңыз тозады. Оны арнайы тоңазытқышқа қысыға саласыз, орайсыз, үйтесіз, бүйтесіз. Яғни арнайы оралады, сақталады. Яғни сұлулық әйелдің және әйелдің көзге көрінбейтін адам тартатын нұры оралса ғана орамалға, жат көзінен тасалау тұрса ғана сақталады. Хижабтың түптен түп мәні осы жерде. Түсіндіре алсам. Яғни дін сол үшін, сұлулық үшін, семьяның тыныштығы үшін, профилактика үшін әйел кісіге жаңа строгий киімді насихаттайды.